әйел кісіден жаңағыдегі орны өте үлкендігі сонша. Мынау енді мынандай сөз бар ғой, барлық атақты адамдардың артында, ерлердің артында бір әйел тұр деп. Ол бекер сөз емес. Оны біздің шариғатымызда мысал қылатын имам Ахмад болсын, имам Шафиғи болсын, қандай атақты үлкен батырлар, ғалымдар болсын, солардың тарихынан алсаңыз, олар әрдайым айтатыны содан. Мысал имам Шафиғиді көп мысал қыламын. Ол кісі айтады, мен 3 жасыма келгенде маған шапан сәлде алып беріп, мені ұзағынан мешітке сүйреп алып барып, түнде тұрғызып алады екен баласын. Сөйтеді екен да, жуындырып, шайындырып, дәретін алғызып, шапанын сәлдесін кигізіп, мешітке шейін алып барып, мешітке кіргізіп жібереді екен, өзі есіктің алдында күтіп тұрады дейді, сол шыққанша баласы. Сөйтіп баласына айтады екен, балам, анау жерде бір ғалым кісі отыр. Сол ғалым кісінің сұхбатына кір. Таң намазынан кейін бір адам сол жерде сабақ береді екен. 3 жасар бала бірақ қандай сабақ алады дейсіз, иә? Сонда айтқандығы, балам, білімінен бұрын әдебін ал дейді екен. Сонда сол бала, 3 жасар бала өзі тек қана көшіруді білетін адам ол өзі. Ондай бір білім, үлкен ғылым білімді ойланып жететін, ондай бір қатты бір тұрақты ол кісіде бір не жоқ қой әлі бала. Сондықтан бұл жерде тек қана көшіреді. А көшіру дегені жүріс-тұрысты көшіреді. Соны ғалымдардың мінезін көшіруді үйретуді, батырлардың батырлығын үйретуге себепкер болған сол әйел.